Әділет Рухани жаңғыру газеті және Әділет ТВ ақпараттық агенттігінің редакциясына 2021 жылдың желтоқсан айында Түркістан облысы Сауран ауданы Қарашық ауылының бір топ тұрғындары арыз айта келді. Атап айтқанда Файзулла Ирисметов, Талип Тұраханов, Күлара Бисенбаеваның шағымын тыңдай келе ұққанымыз, бірнеше жылдар бойы бүгінгі таңға дейін Қазақ Construction Industry акционерлік қоғамы ауыл маңында заңсыз карьер жұмыстарын жүргізумен, яғни ауылға тиесілі жер астынан тас құм алу және тасу әрекеттермен айналысып келгені белгілі болды. Біз бұл мәселеге қатысты 2 ай бойы журналистік зерттеу жүргіздік. Зерттеу барысында Қарашық ауылының тұрғындары қазылып жатқан карьерге қарсы шығып, наразылықтарын білдіріп отыр. Карьер жұмыстары кейбір ауыл тұрғындарының ауласына 2 метр жер қалғанға дейін қопарып қазылған, 5 метрден 8 метр тереңдікке дейін қазылған шұңқырға ауыл балалары аңдаусызда құлап мертігіп, аяқ қолдарын сындырған. Бәрінен бұрын ауыл тұрғындары осы қазба жұмыстарының кесірінен ауыз су, ағын сусыз қалғаны елді қынжылтады. Жазды күні шаң тозанға бөгіп қалатын ауыл тұрғындары ашу үстінде Қазақ Construction Industry компаниясының басшысы Бөгенбай Абылайұлы есімді азаматтың заңды белінен басып, Қарашық тұрғындарының үйінің іргесіне дейін қазғанын ашық дәлелдермен баяндады. Қазіргі уақытта осы карьер бойынша Бөгенбай Абылайұлымен бірнеше жылдан бері алысып келе жатамыз. Осы уақытқа дейін ешқандай өзгеріс жоқ. Жоғарыда отқан адамдардың бәріне шағым жасап, толық дайын ұжымдық арызы, жеке арызы барлығын апарып көрсеткен болатынбыз. Экологияға да, басқаға да. Ал қазіргі уақытта Өмірзақ Шөкеевтің шығарған қаулы бойынша барлық сертификаты алынып, заңсыз әрекет болса шара қолданамыз деген бойынша ол да қалды. Ешқандай шара қолданып жатқан жоқ. Ал енді көріп атқандарыңыздай бәр жақты ойып тастаған. Халықты шулда бірнеше рет өсерге топталып жетіп келді халық. Осы уақытқа дейін халықты адам сынып отқан Бөгенбай Абылайұлы жоқ. Одан басқа мекемелерден де кеп қалаған кезінде ұрлап жерді ойып қазып алып кете береді. Оған қадағалап атқан бірде-бір ауыл әкімі жоқ, басқасы жоқ. Жерді қалай қазса солай аластырады жерді. Ана жерінде көріп тұрсыздар ғой, ана жерінде қазбастай берген мынаны уклон қылу керек. Қазір жаңа маркшеден тыңдамайды бұл. Міне қараңыз, уклон жоқ. Енді су мәселесі. Мына қазып жатыр, су испарение болып кетіп жатыр. Құдығымызда су жоқ. Жылда 1,5 метр құдық қазамыз осы мына бұл. Жеріміз тас. Ендігі мәселе жайылым жоқ. Міне 2 жыл болды. Сиыр қолда тұрады. Мал ұстамасақ табылмайды. Әрі диқанбыз, әрі шаруамыз. Осы жер тұрып, енді жайылымымыз жоқ. Жайылымды бұлар осы жерлерге бір мал жаятын. Малды жайдырмай жүрді. Мен сатып алдым, менің жерімді біреу қойып қойды, ол малды да айдап жүрді. Кім алса ол алсын деп жатыр, Бөгенбай емес, кім ал. Бірақ жағдай жасап берсін. Тегістесін, топырағын төксін, жайылым қылып берсін. Қанша мың гектар осы жерлеріміз жер бар, жайылым болу керек болса. Ол аздай сол жердің тұрғыны Юлдаш Умаров аудан әкіміне шағым айтып барғаны үшін қарсы тарап үйін сот арқылы бұздыртып, шешім шығаруға да қол жеткізген. Юлдаш Умаров қазір жұмыссыз, мүгедек 3 баланың әкесі. Бүгінгі таңда тарихи жасы көп ғасырларды құрайтын бұл Қарашық ауылы жаңадан ашылған Сауран ауданының құрамына енген. Осы жан айқайға байланысты Түркістан облысының бірнеше тиісті жауапты мемлекеттік мекемелерге сұраныс хат жолдап, мәселенің мән-жайына тереңнен үңілдік. Қазіргі әкімнен бұрынғы болған әкім, мұна Қазақстан 2030 көшесінің шығыс бетіндегі 18 үйдің жайылым территориясына күшпен өздері қоршап алды деген мәселемен барлығына 189 мыңнан штраф салады дағы, ішінде Омаров Юлдаштың үйіні лично бұзуға қаулы шығарады сот. Ал енді бұл ақшаны төлей алмаймын, 3-ші группа мүгедекпін дегеніне байланысты осы бойынша қазіргі уақытта Омар Юлдаштың үйін бұзуға дайын болып тұр. Қазақстан Республика азаматтық құқығын барынша аяқ астына алып таптап отқан жағдайы бар. Әр үйде кемінде 4 бала, 5 баладан, әр семьяда жас семьялар бар. Жаңадан шыққан осы Қазақстан 2030 көшенің осы шығыс бетінде тұрмыз қазіргі уақытта. Осындай жағдаймен бірнеше рет арыз түсірген болатынбыз. Областной прокуратураға да, областной акиматқа да, қалалық акиматқа да, Түркістанда болып атқан жатыр. Осы істеп атқан барлық суреттеріне дейін берген болатым мен. Ешқандай шара қолданып атқан жоқ. Мына Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының назарына алынса, жақсылап көңілін бөліп қараса дейміз. Осынша халық
баяғы ата бабасының вақытынан осы жерде туылып өскен, осы Қазақстанда өзге ұлт болғанмен, осы жердің суын ішті, отыны оттады. Дегенмен халық қой, халық. Қазақстан Республикасының азаматы. Аталғандай Қазақ Construction Industry компаниясы қазып жатқан бұл жер бұрын Кентау қаласының аумағына қараған және Кентау қаласы Қарашық бір кен орны болып табылған. Бүгінде бұл аймақ 2021 жылдың наурыз айынан бастап жаңадан құрылған Сауран ауданына өткен. Сауран ауданының әкімдігі бұл мәселеге қатысты 2021 жылдың 13 желтоқсан күні номері 0415-1691 шығыс хатымен мынандай жауап келді. Қазақ Construction Industry акционерлік қоғамы 2005 жылдың 8 шілдедегі номер 191 келісім шартына сай Кентау қаласы Қарашық бір кен орнының Кентау қаласы аумағына қарайтын 100 гектардан аса жер учаскелерін рәсімдеп беру үшін 2021 жылдың 22 ақпанында номері 11 санды шығыс хатпен Кентау қаласы әкімдігіне жүгінеді. Кентау қалалық жер комиссиясының 2021 жылдың 3 наурызындағы номері 7 мәжіліс хаттамасымен бас тартылған. Яғни Кентаудың жер комиссиясы Қазақ Construction Industry компаниясына жер қойнауын пайдалануға рұқсат етпейді. Мұнан соң Кентаудың кен орнына қарасты 100 гектардан аса жер автоматты түрде Сауран ауданы құрамына өтеді, бірақ әкімдік Қазақ Construction Industry компаниясына жер учаскесін беруді мақұлдаудан бас тартады. Алайда Қазақ Construction Industry жұмысын жалғастырып жатыр. Бүгінгі таңда әлде жерді заңсыз пайдалануын тоқтатқан жоқ. Осыдан Қазақ Construction Industry компаниясы Қазақстан Республикасының заңдарын өз дерменіне салып, бүйректен сирақ шығарғандай, тіпті еліміздің заңдарына түкіріп қойғандай кейіп танытқандай. Бәр жақ карьер тастар алынып жатыр, құдықтарда су қалмады, қурап баратыр бәр жақ. Жер мәселесі деген балдарымыз өсіп, үйлентірдік, жайлантырдық, бірақ жеріміз жоқ. Кімге айтасың бұл неген? Үкіметке айтатын үкіметіміздің жағдайы мынау болып жатыр. Мынаны ойма, алма десе, ойып жатыр, алып жатыр. Қурап баратыр, ауыл жоқ болып баратыр, қурап бәр жағы. Кімге айтамыз бұны? Жайылым дейтін мал шаруашылығымызға жайылымымыз жоқ, оны да алып қойды. Жайылымға аны көгалдандыру деп көгалдандыру екті. Оның бір ағашының малын кемірсе 70 мың штраф деп шықты. Әкімде оны ажыратып бере алмады кезінде. Мен осы ауылда 35-40 жыл болды мал бағып жүргеніме. Биыл малды тоқтатып тастады, халықтың малын бақпай қойдық. Жайылым жоқ, жайылымды алып қойды. Жайылым жерлердің бәрі жекеменшік болып кетті. Оған қарайтын үкімет бар ма, жоқ па білмейміз. Кімге айтарымызды білмейміз. Сонымен халықтың бәрі шулап малыны үйінде ұстап отыр, не істерін білмейді. Қайда барарын білмейді, кімге айтарыны білмейді. Қойған жерлерді, тастарды алып кезінде, басында айтылған орнını көміп топырақ салып береміз деген. Топырағы ештеңкесі жоқ. Қазір кетті 7-8 метрге дейін тереңдеп ойып кетіп баратыр тасты алып. Елге кірді уже, елдің арасына да келді тасты алып. Қайға кімге айтайын, біреуге айтайын десең айтқанды істемейді, ешкім тыңдамайды. Анараға барсам малыңды түсірмейді. Ана оранғанқылар жанына чейіп сешкі тарпып шықты. Барлығы расход қой ол. Деқан адамға расход. Ал енді бір үйде 4-5 баладан бар. Учаске бердесе учаске жоқ деп айтады. Міне учаске. Қазалап тастаған барлық жерді. Мал жайылым жоқ. Мұнарадан келген мал обязательно құлайды. Бала-шаға құлайды, майып болады. Оны апарсаң, доғдырдың өзі бәрі ақша қазір. Еш жерде тегіне ештеңе жоқ. Ал біз шулаудың қанша рет шуладық. Бас көтердік. Әкімге бардық. Енді бармаған сөрге Астана қалған. Барлық шулап отыр. Су жоқ құдықта. Құдықтың өзінің қазатын адамдардың өзі жоқ. Неге ол су қазат кетіп қала береді? Терең. Жоғарда тағын осында карьер. Ол да Бөгенбай. Ол Бөгенбай деген ол ана көкесек егесін көтін осқызбайды деген рас екен. Кеп біреудің жерін егелеп алып, өзінің жайылымға шығармай отыр. Оны кімге айтуымыз керек екен? Өз кезегінде Сауран аудандық әкімдігі тура осындай қатты 2021 жылдың 13 желтоқсан күні номері 0495-1620 шығыс номерімен Түркістан облысының инвестиция және экспорт басқармасының басшысы Қайрат Әзімовқа жолдайды. Яғни Сауран ауданының әкімдігі осы көтерілген мәселеге байланысты басқарма арасынан түзілген 08-07-2005 жылғы
номер 191 санды келісім шартты заңды түрде жоюды сұранады. Бізде редакция атынан бұл басқармаға хат жолдай отырып, заңсыз жұмыс жасап жатқан Қазақ Construction Industry компаниясының құмды қиыршық тас қоспасын өндіруге бағытталған жұмысын тексеріп, келтірілген шығынды анықтап құзырлы мекемелер алдында жауапкершілікке тартуға байланысты шара қолдану мәселесін жеткізген болатынбыз. Өз кезегінде басқарма басшысы Қайрат Әзімов 2022 жылдың 26 қаңтар күні Шығыс қаты номері 1 Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мен Қазақ Construction Industry акционерлік қоғамы арасында түзілген 2005 жылғы 8 шілдедегі номері 191 келісім шарттың уақытша тоқтатылғаны туралы бұйрық шығарады. Сонымен қатар аталмыш басқарма Марк Шейдер Ақмамбетпен бірлесіп тексеру зерделеу жұмыстарын жүргізеді. Оған жауапты етіп басқарма басшысының орынбасары Шонбасовқа жүктейді. Нәтижесінде Түркістан облысы инвестиция және экспорт басқармасы газеті редакциясы жолдаған хаттың негізінде аталмыш кәсіпорынның номері 1 учаскесінде 8,5 гектар учаскесінен тыс 35.202 метр куб пайдалы қазбаны заңсыз өндірген анықталды. Осыған орай аталған кемшіліктерге заң аясында тиісті шаралар қолдану үшін Түркістан облысы экология департаментіне хабардар етілді делінген. 21 жылдың желтоқсанның 24 күні біз Марк Шейдер маманымен Қазақ Construction Industry акционерлік қоғамына зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Марк Шейдер маманы жаңағы. Жақсы. Ол барысында Ақмамбетов деген біз өзіміз мемлекеттік сатып алу порталында біз сайтқа шығарып, келісімшартқа отырып, заңды Марк Шейдер жалдадық маманы. Қазақ Construction акционерлік қоғамына жаңағы зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Зерделеу жұмыстары жүргізу барысында оның 3 участокқа бөлініп жері 105 гектарды бізге контрактыда берілгені, соның 105 гектарының өндірген аумақтарының зерделеу жұмыстары жүргізілді. Топографиялық съемка дейді ғой. Сол съемкасын істеп, камерамен жұмыстарын жүргізіп, бізге қорытындысын берді. Машинада. Оны хаттамамен, бұйрықпен қабылдап алдық. Оның ішінде полиция департаменті болды, экология және біз бәріміз аппараттан болды, қабылдап алдық. Оның нәтижесін экология департаментіне жолдадық. Шара көру үшін. Өйткені бұда әкімшілік кодексте 1000 кубке де штраф жаңағыдай салынады. Ал бұл жерде 35.202 куб өндірген өзінің территориясынан бөлек. Қылмыстық іске кетеді. 334 бапта көрсетілген. Ал 1000 кубтан асса 139 қылмыстық емес болды. Қылмыстық қалады. Біз ол бойынша экология департаментіне жолдадық. Жұмыс жүргізілді. Мына жалғыз Қазақ Construction бізде 18 жер қойнауын пайдаланушыдан кемшіліктер анықталды. Ол бойынша біз жаңағы экологияға жібердік. Енді одан үстінен комитет экологияға оған да жіберіп жатыр. Өйткені бақылауға алу керек. Министрліктен комитет. Сол бұйрықпен тоқтаттық біз. Жұмысын Қазақ Construction жұмысын тоқтаттық. 26-сы бірінші айда 22-ші жылдың бірінші бұйрығымен тоқтаттық біз. Оның ол кісінің өзін шақырып алып тастап жібердік біз. Хатпен поштамен 10 күн 15 күн барып қаламады. Мына сіз жұмысыңызды тоқтаттық. Сөйтіп ол сотқа берер деп келді ғой. Ол не істесін өз еркінде. Бірақ оның істеп жатқаны заңсыз. Осынша метр куб қазбаны заңсыз алған компанияның ауыл халқын зар еңіреткенмен қоймай, мемлекеттің жерін қанап, пайда күнемдікке жол бергені үшін сот алдында жауап беріп, заңға сәйкес жазалануы кезек күттірмейтін мәселе. Қалтасы тесік біргедей байқұс, тауы ұрласа 3 жылға соттайды, ал тұтас бір ауылдың жерін ой шұқырына дейін түк қалдырмай қазып, қарапайым азаматтардың жалғыз баспанасының ауласына дейін сұғынып қол салған, сол ауылдың ауыз суын бөгіп, жайқалған жерін қуратып тоздырған пайда күнем жазасыз қалып, көз қысты бармақ бастылыққа салынып кетпеуіне жол бермеуіміз қажет. Бұл орайда шұғыл түрде облыс әкімінің қатысуымен мемлекеттік комиссия құрылып, облыстық прокуратура, жер инспекциясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қызметкерлермен сүзгіден өте отырып, қолға алатын, кезек күттірмейтін мәселеге айналып тұр. Өйткені компания мемлекеттің жерін заңсыз тонағанымен қоймай, салық төлеуден жалтарған. Бұл да бір қылмыс.
Бұл жөнде Түркістан облыстық кірістер департаментінің басшысының орынбасары Мырзатаевтың 2021 жылдың 13 желтоқсан күні номері мемлекеттік кірістер 10-108-15313 шығыс қатында төмендегі мәліметті жолдайды. Қазақ Construction Industry компаниясы Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында орналасқан жері бойынша салық төлеуші ретінде тіркелген. Сондай-ақ Сауран ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына салық төлемегенін хабарлаймыз. Осы орайда Алматы қаласында орналасқан оңтүстік қаз жер қойнауы мекемесіне де сұрау салған болатынбыз. Себебі кезінде осы заң бұзған компанияға алғашқы рұқсат құжаттарын горне отвод зерделеп берген болатын. Яғни құжат жең ұшынан жалғасқан сыбайластықпен әзірленген деген ойға еріксіз келесіз. Демек бұл мекемеде жауапқа тартылу керек. Өйткені мекеме басшысы Қайрат Баубектің бізге берген сырғытпа жауабында Түркістан облыстық инвестициялар және экспорт басқармасы шешеді деп жазғандығынан байқауға болады. Әншейінде заңды жұмыс жасап жатқан карьері бар кәсіпкерлерді аңдып айыппұл салып немесе жұмысын тоқтатуға құлшына кірісетін экология департаменті Қазақ Construction Industry компаниясын байқамай қалатында көз жұмып өтетіні түсініксіз. Осыдан бір ай бұрын бұрынғы басшысы Уәлихан Қайназаров мырзаға жедел хат жолдаған еді. Өкінішке қарай зейнеткерлікке күн санап отырған Уәкең пенсияға тайып тұрды. Қош келіп, бұрынғы орынбасары қазіргі міндетін уақытша атқарушы Қанат Қалмаханов жатқа білуі тиіс бұл мекеменің таудай кемшіліктеріне әдейі көз жұма қарап келген сыңайлы. Неге десеңіз, біз осы бір топ арызданушылармен оның қабылдауына болғанымызда бұл мәселемен енді айналысатын алға тартты. Өкінішке орай енді кеш, себебі қылмыс ашылды. Көрдіңіз бе? Мана 32 гектар жері берілген, мана горна отводкада, сонда бір точка берген, мана бұл центрден берген, мана геологические координаты центр горного отвода деген. Сонда бір точка берген. Мана екеуінде бір 32 гектар көрдіңіз бе? Мана şu точканы апрельдікті біз таптық мана. Сол мана бұл 7-ші контракт бойынша берілген объем 32 гектар жер. 32 гектар жеріні 2000 жылдан бастап істеп, 2004 жыл көрсеттікі объем жақсы істеген. Соны бір тексерген адам болса, объемын тексеру керек қой. Алып тастаған. Алып тастап, мен şu заводты главный инженер істегенмін. Алып тастап болғаннан кейін ол өзгеріп қалды дағы, ол оказывается здесь екен деп дағы, сосын дополнительно мана 3 блокны алды. S1, B3, A1 деген. Түсіндіңіз бе? Мана 3 блокты алған. Мана 3 блок алғаннан кейін, мана бұл жеріні, азыр мана жерлерін бәрі ойып тастаған. Мана да шамалы жер қалды мананда. Мана жеріні алып тастаған. Мана көріп тұрсыз ғой, мана. Бұл спутниктен алынған. Бұл да ойып тастаған мандардан. Мана 191-ші контракт бойынша 3 блок болу керек. 3 блоктың манада уже қалған емес мананда. Население манада тұр. Түсіндіңіз бе? Сосын бұны 105 гектар еді бұрын алдың кезде. Сосын жаңа проект бойынша аңашқында істегеннен 75-6 гектар кем еткен. Түсіндіңіз бе? Сізде де жоқ. Мына алдыға ғой, мына тұр, мына проект көрсетті. Міне. Бұл бағана статымыз ол экспертный комиссия. Сүй керек, Шүк істемек. Ал енді бірмін, қазір. Оны түсіндіңіз ғой, 3 блокты. Алаттағы 2021 жылы Тоқтоғылы август айының 21 жылы 132 гектар жерді қазынетірден алып келеді. Южказырдың ертеді мұны горны атап келеді. Дұрыс па? Оны сіздерді бар шыққан дәрнейді. Кім әкеледі? Ал енді бұнда қарашы мұны. Горны атып 142 точка горны атып бола ма өзі жүзінде? Сонымен сөз түйініне келсек, қазып алып жатқан жеріне көк тиын салық төлемеген, сөйте тұра жер астындағының тас құмын заңсыз, рұқсатсыз пайдаланып, онысымен қоймай, әкімдікпен тиесілі басқарманың тоқтату туралы бұйрығына пысқырып қарамаған, ол аздай обаста өзіне тиесілі емес, аймаққа дейін асыра дендеп қазған, жақын маңдағы ауылды сусыз қалдырып, қуратқан бұл неғылған дәу. Бұл кімнің шікірасы? Әлде оларды көлеңкеде демеп, ту сыртынан желеп-жебеп отыратын шынымен бір дәу бар ма? Жоқ әлде жоғарда отыратын шенділерге ауыз бастырылық сыйын беріп, сөзін сөйлетіп отыр ма? Қалай дегенмен осынша ұзын арқау кең тұсауға салынғанына қарағанда, мұнда бір кілтипан бар. Бұл жүгенсіздікті жөнге салмаса болмайды. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің осыдан хабар бар ма екен?
Әй, оған жеткізбеген ау. Омекеңнің Бөгенбай мен бар жерде белден басып батыл жүре бер деуіне сенгіміз келмейді. Әлде оның орынбасары Рашид Аюпов қиыннан қиыстырып, келістіріп жүрмекен. Бұл да тексеруді талап етеді. Біз осы тақырыпты зерттеу барысында алдымен Бөгенбай Абылайұлымен телефон арқылы алғаш тілдескенімізде құтты бір үлкен шенеунік секілді бізбен бетпе-бет жүздесуден бас тартып, менің адвокатым сіздермен сөйлеседі деуі көкте тіреп тұрған тәкаппарлығын айғақтағандай болды. Менсініп сөйлесуінің өзінде де астар бар. Тағда бір айтып өтетін жайт, редакцияға келіп арызданған 3 азаматта онымен соттасқандарын, одан жеңілгендерін, соттың бір жақты шешіліп, әділетсіз қаралғанын айтып салған еді. Олардың айтуынша Бөгенбай сотты да ақшамен ұрып алған. Демек, бұл соттың да шешімдерін қайта зерделеп, жоғары сот назарына жеткізуде маңызды. Ол 2007 жылы контракттағы. Сөйтіп оны Әмірәлінге жазып, сол кезде әкімге. Сөйтіп 100 гектарға сіләне болған жерде, 32 гектар бұрынғысы болған, өзінің бірінші заң бұзғаны, бүгін 22-сі ма, алғанда қуат су индустрия болған ол кезде. Қуат су индустрияда 2005 жылы неге қуат су индустрияны ликвидация жасап, қазақ контракт корпорацияға өткен болды. 7-ші контракт аннулит етіп, енді 21 неге өткен. Yani 191-ші контракт өткен. Оның ішінде 75-те 6 олыңға. Кейіннен ол заң бойынша недропозитті 2 айда контракт алу керек. Нәрсі де недропозит, мен де недропозитті қосақталу керек. А ол әзір 22 жыл болды қосақталған жоқ. 22 жыл болды. 32 де маған, наған да маған. Мен сіздерге эмиссия төлемей жүргенін білмеймін. Содан бері пәлен миллион аптыстаған. Оныңқы. Объем аптыстағанды. Сосын, ол енді нағып, кеше 17 жыл ба, 18 жыл шықты. Және 132 гектар деген не шықты, объем шықты. Ол 132 гектар 142 точкадан тұрады. Koordinat fottan. 142 toşku деген өмірде болмаған. Koordinat toşkuları. Жоқ. Hazır sen айтып отыр. 100 не бар? 20, 10, 15, бұныңқы 16 toşku. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі жемқорлықты қатаң аяусыз жазалау және ауыздықтау жөнінде біршама тапсырмалар да берді. Сынды айтты. Президенттің осы тапсырмасы екетпей орындалатын болса, елімізде жең ұшынан жалғасқан сыбайластық пен жемқорлық жойылған болар еді. Ендеше тоқтатылсын деген бұйрыққа қарамай бүгінге дейін жер қазып жатқан Қазақ Construction Industry осы заңсыз іс-әрекетіне облыс әкімі, облыс прокуроры, басқарма басшысы Қайрат Әзімов, экология департаменті басшысы Қанат Қалмақанов және жер инспекциясы кадастр бөлімі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті не уәж айта алар екен? Әліптің артын бағайық.